Қайырлы күн, қымбатты Шымкент қаласының тұрғындары және бүгінгі қазақстандық жұлдыздардың керемет салауатты өмір салтын насихаттаудың бағытында ойнайтын күлкі голы 2010 бүгінгі керемет фестиваліне келген барша біздің Шымкент қаласының қонақтары. Бүгінгі мереке тек қана жұлдыздардың емес, Шымкент қаласының мерекесі. Өйткені бұл футбол додасы өнер жұлдыздардың арасындағы. Жалпы біздің қаламыздан бастау алған болады. Мендіктер тек алда деп ойлаймыз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Қошемет көрсетіп қойыңыздаршы барлық жұлдыздарға. Керемет алаңда біздің Қазақстанның КВН жұлдыздары, журналистер, облысымызға, елімізге белгілі әншілер өздерінің керемет футбол додасын халыққа өнер ретінде сыйлайтын болады. Жалпы бүгінгі керемет футбол додасы басталды десеңдер, бір шабалақ ұрыңыздар жұлдыздарға. Мен енді Қазақстанның әр қаласына болсын, Алматы болсын, Қызылорда, Тараз қаласы, бірақ Шымкент өнерді құрметтейтін, абыройы асқақ азаматтар мен азаматшалары бар ең тамаша, ең әдемі қала. Солай ма? Шымкент ең тамаша қала деп бір қошемет көрсетіңіздер кәнекей. Браво! Қымбатты қонақтар, бүгін күлкі голы 2010 біз керемет футбол додасын бастаймыз. Ең бастысы біздің осы футбол додасы биылғы Қазақстан Республикасының Конституциясының 15 жылдық мерейтойына орай арнайы ұйымдастырылып отыр. Біздің күлкі голы футбол додасына қолдау көрсеткен үшін Шымкент қаласының әкімшілігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Міне осындай жастарға салауатты өмір салтын қолдауға қолдау көрсетіп келеді. Сонымен бірге бүгінгі күлкі голы 2010 футбол додасының басты демеушісі Жібек жолы автобөлшектер сауда базары. Сонымен бірге ең сапалы және жоғары технология негізінде өндірілген Построил мотор майына қолдау көрсетіп қойық кәнекей. Сонымен бірге Тассай, тамаша сусындардың бірі Тау суы. Ал енді қымбатты қонақтар, ендеше бүгінгі күлкі голы 2010 футбол додасына қатысатын барша командаларды ортаға шақырамыз. Қолдап қойық. Бірінші командамыз Казахи футбол құрамасы, Хит ТВ телеарнасының журналистері, Алматы қаласынан келіп отырған КВН жұлдыздары кәнекей. Қошемет көрсеміз бұны. Казахи футбол командасы. Көріңіздірек. Шымкенттіктер естілмейді. Алматы қаласынан арнайы келіп отырған Казахи футбол құрамасы. Шабалақтарың. Сонымен бірге Қазақстанға белгілі барша театрлардан Нысана театры, Шымкент шоу, Шымшыма, Алматы қаласынан келіп отырған Күлкістан театрының актерларынан құралған театр футбол құрамасы. Қошемет көрсетеміз мінекей. Ортаға арнайы келе жатыр. Алғашқысында Казахи футбол құрамасы мен театр футбол құрамасы өздерінің өнерін көрсетеді. Сонымен бірге бүгінгі күннің керемет футбол командаларының бірі Қазақстан КВН одағының құрама командасы. КВНді жақсы көреміз бе? Сонымен бірге әншілерден құрылған жұлдыздар футбол құрамасы. Мінеке Қазақстанға, облысымызға белгілі барша жұлдыздар өздерінің өнерін көрсетеді. Шабала құрып қойыңыздаршы, міне біздің жұлдыздардан құралған футбол құрамасы. Бұлай болсын. Қазір екі командаға да қолдау көрсетеміз. Мінекей, біздің футбол алаңында Алматы қаласының КВН жұлдыздары мен Хит ТВ телеарнасының журналистері ұйымдастырған Казахи футбол құрамасы қолдау көрсетеміз кәнекей. Сонымен бірге әзілді жақсы көреміз ғой. Жақсы көреміз бе? Нысана шабала құрыңыздаршы. Шымкент шоу, Шымшыма театры, Алматы қаласынан келіп отырған Күлкістан театрының актерлары, театр футбол құрамасы. Ендеше осы футболшыларымыздың, құрама командалардың өнеріне өзінің бағасын беретін және жүргізіп отыратын Шымшыма театрының актері, белгілі КВН жұлдызы Мамыр мырзаға қолдау көрсетіп қойыңыздар. Мәке, ортаға келіңіз. Бір жақсылап таныстырып қояйық. Мәке, футбол құрамасының негізгі ойын шартын өзіңіз айтып кетіңіз қысқаша.
Әзірге осы екі команда ойнайды. Мынау Казахи КВН командасы мен театр құрамалары. Мынау ойын шарттары ойынның ортасында темекі шегуге, той қабылдауға, сол сияқты құдалыққа кетіп қалуға, ләңгі, асық оны ойнауға болмайды. Одан кейін мынау скорый сәл берірақ, жақынырақ тұрса, бұлар енді сахнада тойда 20 метрден артық жүгіріп көрмегенде, кім біледі? Қыстың қамын жаз ойла деген сөз ғой. Сол сияқты мынау командаларға сәттілік тілейміз. Рахмет, Фара. Рахмет, Бәке. Ендеше шымкенттіктер, бүгінгі күлкі голы 2010 футбол додасын бастаймыз ба? Бастаймыз ба? Ендеше 2-1 командаға сәттілік тілейміз. Ақжол тек қана сәттіліктермен осы көрермендерімізді қуанта беріңіздер. Ал біз шымкенттіктер бәріміз футболшыларға қолдау көрсетіп, әр футбол голы соғылған кезде жақсылап байқалап қояйық. Мінекей, аз ғана секундтардан кейін біздің екі футбол құрамасы өзара бақ сынасады. Мінекей қазір енді осы құраманың негізгі ойыншылары естелік болсын деп алдын ала бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөзге суретке түсіп жатыр. Ертең күні бүкіл қазақстандықтар еститін болады. Сәттілік тілейміз. Егерде екі құрамада дайын болса, мінекей ортада қазір топты арнайы орта қойып басталады. Дайындық үстінде мінекей. Бұл кісілер енді күнделікті жүгіріп жүрген футболшылар емес, бірақ дегенмен де бүгін шымкенттіктерге жақсы көңіл күйді сыйлаймыз деген ойда. Оны қазір ойын барысында көреміз. Бәрекелді. Сонымен мынау Сары Жейдеде театр құрамасы. Мынау нөмірлеріңізді біле алмадық, танығанша аттарыңызды айта жатамыз алыстан. Мыналар ойнауға келді ме, суретке түсуге келді ме? Бәрі ойыншы. Мынау Сары Жейдеде театр құрамасы, ал Казахи КВН командасына жейдесін светін айту сәл ыңғайсыздау болып тұр. Дегенмен де әдемілеп ойнап шықса жарар еді. Мынау ортамызда енді ойынды мына келісіп жатыр. Ұзағынан келіп тойға закладағанда келісті ғой мұнар. Ал ойында допқа көгілдір жейдедегі. Алматыдан келген қонақтарымыз бастағалы тұр. Ал бастаймыз ойынды. Ақжол сәттілік тіледі командалар бәріне. Тағы бір қол соқ қойыңыздар, тойда неде жүрген, концертте жүрген кісілер болған кейін шабалақсыз бастаймайды. Бәрекелді. Мына жерге бір дүрбіма, винокілма керек болды. Қабырлап тұрады. Ерлан жүгір. Доп ойыннан тыс кетті. Әрине, кастроль майы лақтырғалы тұр. Арқасына жапсырылып болғаны кейін. Алматылық қонақтарымызда Казахи КВН командасында тең бұлдып әлі алматылық қонақтарымызда бәрекелді. Төрешінің ысқырғы естілді мынау. Кім кінәлі деген бағдар немен ортаға қазір. Допты ойынға қосқалы тұр. Әрине ойынға Сары Жейдедегі театр құрамасы қосқалы тұр. Байқа, мына вратар
Basketbol, волейбол деп ойлап қалды деймін жоғары. Тағы да доп ойыннан тыс жерде театр құрамасы қосқалы тұр. Тұлпар шаба тұяғы зитті де әлі қызған жоқ. Жігіттеріміз допқа таласуда. Бәрекелді, тағы да доп қонақтарымызда. Өтті үйімдасқан түрде ойнауда. Дегенмен Алматыда дайындалған бұл жігіттеріміз. Сиырға тигізуі мүмкін. Мынау доп сәл қисығырақ кетті, сәл варата ары қарай. Қақпа 3 метр арда орналасқанда точно кіретін еді. Бұрыштама допты орындағалы тұр. Әрине алматылық қонақтарымыз Казахи КВН командасы. Доп сәл дәурек болғанда тура тиетін еді. Қаластыра бермей, 2 доп беріп қою көргеді бұларға. Беймарал ойнай береді. Доптағы да алаңның қонақтар жағымыздың қақпасында. Бәрекелді, Ерланның тепкен добы Нұрланға барды. Нұрлан Бағланға берді. Доп Мағжанда. Бәрекелді, гол, бірінші гол әрине алматылықтардың есебінде. Өздерімен өздері қырылысып жатыр. Бәрекелді, ана Африканың ойыншылары сияқты бір билеп қойсаңыз, гол саған мырза. Бір билеп қойсаңыз ортаға тұр, футболкын басыңызға киіп. Әрине 1-0 ұпай саны алматылық Казахи КВН командасында допты ойынға театр құрамасы қосқалы тұр. Әрине Біржан Байтов. Добәл театр құрамасында. Доп ойынның сырт қонақтарымызда доп. Ғалымжан Баспен. Марат, қарынды тоспадың ба? Әрине доп. Театрдан кетті ма? Казахи КВН-нан кетті ма? Театрдан кетті, әрине бұрыштан тағы да бұрыштама доп соғылғалы тұр.
Добел алматылық қонақтарымызда. Бас. Теп, тура тебе сал. Кеп қалды артыңнан. Марат дастайып да қабақ қойды. Хабарлағанша болмай-ақ қойып отыр. Әрине айып добы. Бұл доптың қазіргі еншісі алматылық қонақтарымызда. Мағауияның қарынмен тосқан добы қайта қайтарылды. Доп әлі алаңның ортасында. Алматылықтар өте дұрыс ойнауда. Қап варата тағы 1 метр биік болғанда тура кіретін еді. Вратар бір доптап келгенше бір анекдот айта тұрайық. Баяғыда біреуді ұрып. Хан ойынды қайда допқа қосқалы, допты ойынға қосқалы тұр. Бәркелді өте керемет әуелет депкен доп жермен. Волейбол сеткінің астымен ойнайтын балалар ма? Бәркелді. Сәл ұзындау болу көргетті оған бойымыз. Тағы да ойын көкжейделі мырзаларымызда, алматылық қонақтарда өте дұрыс пас берілді. Тебе сал сөйерден, тебе сал. Көбейіп кететін мияқтан қазір. Тебе сал. Айттым ғой саған құладың. Не болды? Не болды? Айтқанда тебе сал көргетті. Өмір тыңдамайсыңдар адам. Және айып доп 11 метрліктен болу керек. Доп әрине Мараттың қолында. Марат тастайып, қазір допта қақпашыға соққалы тұр. Марат соны жақсылап допты варатаға кіргізсең бір той берем. Құдалығымен. Ал қошемет шапалақ, бір қол соқ қойсаңыздар. Айттым ғой бұлар, волейбол, баскетбол ойнап үйреніп қойғандар. Әрине доп қақпадан жоғары кетті. Ойынға тағы да театр құрамасы қосқалы тұр допта. Оны тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі күлкі голы 2010 футбол додасының басты демеушісі Жібек жолы авто бөлшектер сауда базары. Сонымен бірге жоғары технологиялар негізінде өндірілген Пастройл майына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Пастройл бұл мотор майы. Және басты демеушілеріміздің бірі Тау су-сиғаттауда бұл да бір жоғары технология негізінде өндірілген керемет сусындардың бірі. Және Шымкент қаласының әкімшілігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Екі бірдей футбол құрамасына қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мені қолдап қошемет еп қойық. Доп Күлкістан театрының актері Мағауия мырзада. Жоқ, Ғалымжан Бергел тұр. Шымшыма театр әрине Жетісайдан құралған. Және бас демеуші Аспаба кафесі жоғарыда жазулы. Мінеки доп тағда театр құрамасында. Бір жаның тепкен доп әрине Джеки Чан Ван Дамға ұқсағанымен футболке ұқсамай кері қайтты. Доп тағда көк жейделі алматылық Казахи КВН командасында. Тағда бір голдың саты туғалы тұр.
Qol so'q qo'shimət ko'rsatib qo'ysangizlar. Esep 23'te 2, 2'de 0. Braziliya komandası aldı keledi. Және мынау ойыннан кішкене отпускіге Марат Дастаев мырза шығып отыр, салмағына байланысты. Ендеше оның орнына Тараз қаласынан Ерлан, бұрынғы әйгілі КВН командасының әдемі ойыншы бишісі. Ерлан бір билеп қойсай дірілдеп. Допты ойынға және мынақта Нысана Әзіз Қақ театрының актері Мақсат Баянов мырза, Күлкістан театрының актері Мағауия мырзамен ауысуда. Өңкей салмақтылар шығып кетіп жатыр ма? Не болды? Мен кіргенде бағана шығып кетеді екен ғой. Кірмегенім жақсы болыпты, кірмеген. Бәрекел, допты театр қосуда. Есепті кішкене теңестірмесеңіздер де алға қарай ұмтылсаңыздар. Рука қазақшасы қолдама. Бәрекелді, мына Біржан допқа таласуда. Біржанға беріңіздер, бәлеге қаласыздар. Рука деді ма? Рука, нага деді ма? Нага оның. Бәрекелді, шыдайамай кеткен Марат қайттан ойынға қосылды. Апасының айтуымен жүгіретін Марат алаңға жақындауда. Әрине добымыз мынау театр құрамасының еншісінде. Өзара келісімай жатқан жайлары болу керек. Байтып Біржан мырзанда. Допты ойынға қоссаңыз. Апсайт деп айтайын сен білмейді де шықайсы. Сондықтан ойын допқа қосып қайта жүгіруде. Доп әлі алматылық қонақтарымызда. Бәрекелді 3-1 ойыншыны алдап өткен, алда берген, тағы да доптан айырылып қалды. Доп алаң сыртында. Бәрекелді. Мынау Марат Тастаев ойыншыға өзінің техникаларын қалай жүргізу, қалай жүгіру шарттарын айтуда. Допты бұрыштама алматылық қонақтарымыз қосуда. Әрине доп әлі алматылық қонақтарымызда. Театр құрамасы допты ойынға қосуда. Кетті, жатып ал алдына. Доп театр құрамасында. Қайттан Ерлан мырзаның еншісінде. Мынау негізінде
Театр құрамасының жігіттері көкжейдегі алматылық қонағымызға кішкене келісіп қойған ау. Допты өзінің қақпасына соға жаздады. Әрине бұрыштама орындау добын құрама театры Біржан Байытып та өзінің бетін өзі теуіп жүрген адамдар. Өте керемет комбинациямен пас беріп ойнауда қонақтарымыз. Тағы да мінекей үшінші голдың авторы атанғалы тұр. Қабыл алыңыздар. Әрине бұл Мақсат мырза әр футболистің әрі матрицаның рөлін ойнауда әшкей тағып бір қол соқып қойсаңыздар. Төрешінің ысқырығы. Бірінші тайм аяқталды, қол соқып қойсаңыздар. Төрешінің ысқырығы естілді. Ойнағаның 20 минут, ысқырығың жер жарат деген осыдан қаған екен. Есеп 2-0. Әрине Казахи КВН командасында қошеметтеріңіз тағы да бір жасап қойсаңыздар. Рахмет, шымкенттіктер кәнеке, қолдау көрсетіп қойыңызшы. Екінші тайм қазір басталады. Қалай, ойын ұнады ма сіздерге? Тағы да қолдау көрсетсеңіздер біздің футболшыларымызға. Кәнеке. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі күлкі голы 2010 керемет футбол додасы Қазақстан Республикасының Конституциясының біздің футбол додасы ары қарай жалғасады. Егер де біздің футболшыларымыз дайын болса, Мәке, сізде. Доп ойынға қосылды. 7-ші нөмір 6-шыға әлі басталған жоқ екен ғой. Кәні ортаға жақындасаңыздар. Мына негізі театр командасында бір көк шай керек болып тұр да. Көк шаймен және бір 6 лепешка нан алып қойсаңыздар, арасында перекур жасап тұратын. Екі жақ әрине алаң алмасуда. Сарыжейделі театр құрама командасы оң жаққа жайғасуда, ал Казахи КВН командасы мынау Алматыдан келген қонақтарымыз сол жаққа жайғасуда. Театр құрамасы бастағалы тұр. Ал енді жақсылап ойнауға тырысыңыздар. Бәрекелді, керемет гол салынды. 3-0. Какая боль. Аргентина, Ямайка дегенде бұл ойнап тұр. Допты тағда театр құрамасы қосқалы тұр ойынға. Біржан Байыттың еншісінде жігіттер жақсылап ойнауға тырысыңыздар. Ләж болса голды 10-ға жеткізбесеңіздер дұрыс болар еді. Допты үйлеріне әкетіп қалмаса жарар еді, сыртта ойнап жүр барлығы. Доп енді ойынға қосылды, алаңда театр құрамасы.
Доп алаң сыртында ойынға театр құрама командасы қосқалы тұр. Допты ойынға Нысана театрының актері Мақсат қосты. Төреші Ысқырға. Доптағда алаңда әрине мінекей 4-ші голдың авторы алматылық қонақтарымызда. Бір гол салса, Аргентина мен Ямайканың өлеңін айтуға болады енді. Шіркін, Марат Тастайып қосылғанда осы досқа. Баяғыда 8 гол салынады деп өкпелеп жатыр ана жерде. Ол әлі әбет ішуде, әбеттен кейін қосылғалы тұр. Доп тағы да театр құрамасында. Алматылық қонақтарымыз кемінде бір айда ойын дәрежесін жүргізуде. Доптағы да Казахи КВН командасында. Сәл аяқ ұзын болғанда тошына үлгеретін еді. Өкінішке орай үлгеремей қалды допқа. Негізі театр командасы доп тисе болды, алдағы қарай тебеуге беру керек болып тұр. Өйткені керемет дайындалған алматылық қонақтарымыз әлі допты бермеуде. Ойынға доп театр командасы қосуда. Әрине шатасуда. Допты алматылық қонақтарымыз қосуда. Тастайып Марат мінекей тағы да ойынға қосылды. Бір қол соғып қойсаңыздар шығып кетпеу үшін ойыннан. Өкпелік болуы мүмкін. Нәзік жүректі ғой бұл әртістер. Ойын басталғанына мінекей 10 минуттан асуда. Әр нәтиже театр командасы шығарған жоқ. Дегенмен де тойда жеген қазғарта шығуда. 4-0 алматылықтардың ұпайында.
Доп әрине менде, мен допты ойынға қосудамын. Қайттан орныма барам. Театр құрамасында доп. Ғалымжанда оң аяқпен текпенде тура баратын еді. Сол ақ екен көріп тұрсыздар. Бәрекелді, артқа емес негіз алға тепсеңіздер. Келіп қалдарыңда байла. Допты тағы да Ғалымжан қосуда. Дастайып Марат қаяқ ойнап жүргенін өзі білмейді. Бәрекелді, бергі жақ ашық кезде жүгіру керек еді. Бәрекелді. Төреші байқамаған болу керек. Қолға тиген допты. Мәне театр жігіттері тағы да допты ойынға қосуда. Байытов мырза, Біржан Байытов мырзан допты қолмен тебуде, оны байқаған жоқ төреш. Допты ойынға театр құрамасы қосуда. Доп келгенше кішкене дем албаңдар жігіттер. Допты ойынға алматылық қонақтарымыз қосуда. Алматылықтар замен ойын ауысуда, ойыншылар. Бұл ойында өте аз жүгірген Марат мырзаға қол соғып қойсаңыздар. Бәрекелді. Марат жүгір, сен де доп, теп. Тебе сал. Тебе сал допты үйіңе әкет қама. Театр құрамасында доп. Штангыға үлкен рахмет айтуда. Қақпаның бұрышына допты тағы да театр қосуда.
Әрине көкжейделі футболистерімізге вратар қақпашы керек жоқ сияқты. Өйткені доп әлі театр құрамасының қақпасының алдында жүр. Осы жол бір нәтиже шығарса. Қабаны қақпаны бері қарай сырғытып қоятын адам жоқ па қасында? Әлі 4-0 алматылық қонақтарымыздың еншісінде. Допты Казахи КВН командасы қосқалы тұр, қабыл алыңыздар. Бір-бірлеріңізге жаман сөз айтпай ойнасаңыздар. Допты ойынға алматылық қонақтарымыз қосуда. Негіз бұл жігіттер өткен доп ылғи осы кісілерде. Ал допты қазір құрама театр. Топ Ғалымжанда. Допты әрине театр ұжымы сыртқа жіберуде. Алматылық қонақтарымыз өте керемет ойын көрсетуде. Доп Ғалымжанда. Бағаға кет, Макс. Қартысы бар. Варата ашып қақпаға тебе салсаңыз да болар еді.
Доп әрине қақпадан 5-ақ сантиметр жоғары өтті. Допты тағы да театр ұжым қосуда. Ойында жеңіске Казахи КВН командасы алматылық қонақтарымыз жетті. Бір қошемет шапалақ ұрып қойсаңыздар. Команданың арасында жеңіске достық жетті десек те болады. Қошемет шапалақпен Марат Тастаевтың арқасында жетті. 4 голды Марат салды. Марат қолын көтеріп қойды. Var,